Баршаларыңызға сәлем достар, сіздермен Динара. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді ауызда ерейтін банафи пай пирогын дайындайтын боламыз. Пирог өте оңай дайындалады. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Алдымен ыдысқа жұмыртқа, қант, сары май қосып, миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Қандай ингредиент, қанша мөлшерде екенін видеоның астында описанияда қалдырып кеттім. Бөлек ыдыста құрғақ ингредиенттерді, яғни ұн мен қопсытқышты бір-бірімен араластырып, жұмыртқа қосылған ерітіндіге қосып қамырды дайындаймыз. Бізде өте жұмсақ осындай қамыр дайын болды. Форманың үстіне пергамент қағазын төсейміз. Ол үшін қолмен видеодағыдай пергамент қағазын басып, форманы төсейміз. Осылай жасау себебі қамыр формада тегіс болып шығады. Видеодағыдай қолмен қамырды формаға басып, бортиктер жасаймыз. Қамырды қызып тұрған 180 градус духовкада 20 минутта пісіреміз. Бізде қамырымыз осындай алтын түстес болып пісті. Одан пергамент қағазын алып, әдемі формаға саламыз. Әрине, банафи пай пирогы болғаннан кейін біз бананды қолданамыз. Бананды видеодағыдай кесіп аламыз. Бізге кремне 2-ақ қана ингредиент қажет болады. Бұл сливкимен және қант ұнтағы. Оны миксермен жақсылап араластырып аламыз. Салмасына біз вареная сгущенка қолданамыз. Қасықпен осылай тегістеп, үстіне жағып аламыз. Оның бетіне бананды қосамыз. Оның үстіне кремді жағып аламыз. Және ең соңғы штрих какао порошогын сеуіп, бізде банафи пай пирогы дайын болды. Қараңыздар, пирог өте оңай әрі тез жасалынады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бірінші жасағаннан шығады деген сенімдемін. Дәмі деген керемет, өздеріңізге және жақындарыңызға міндетті түрде ұнайды. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Сіздермен болған Динара, ас болсын.